Қазақстанның азаматтық альянсы заңды тұлғалар бірлестігіне жаңа төраға тағайындалды. Бүгін Асылбек Қожахметовті үкіметтік емес ұйым өкілдеріне таныстырған дін істері және азаматтық қоғам министрі Дархан Кәлетаев бірлестіктің алдында бірқатар міндеттер тұрғанын жеткізді. Алдымен бұл құрылым үкіметтік емес ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттырып, оларға жаңа білім көздері мен құзыреттерін үйрететін әдістемелік орталыққа айналуы тиіс. Айта өтейік, Қазақстанның азаматтық альянсы еліміздегі 500-ден астам үкіметтік емес ұйымды біріктіретін ең ірі республикалық үкіметтік ұйым. Мұның жүйелік құрылымы 16 аймақта және Астана мен Алматы қалаларында жұмыс істейді. Мен екінші президентпін. Мен біріншіден көбірек тыңдаймын деп ойлаймын. Қазір региондардан, аймақтардан тыңдаймыз, осы азаматтық қоғамның, азаматтық альянсының мүшелерінен тыңдаймыз, және министр жағынан қандай ұсыныстар болады, соны талқылап бір шешімге келеміз. Әуелі стратегиялық бағытта